сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тыңдайтындарыңыз жабайы долана. Жабайы долананың ем болатын аурулары: 1. Ас қорытудың бұзылуына, іштің кебуіне, асқазан қышқылының азаюына. Долана 3 сәрі, тәбеттік қорытқы 2 сәрі, пысқан мандарин қабығы 1 сәрі, ақ клубы тұқымы 1 сәрі. Қосып талқандап 1 ретте 2 мысқал күніне 2 рет қайнаған сумен ішеді, немесе долана арпа өркені, тәбеттік қорытқылардың әрқайсына 3 мысқалдан суға қайнатып ішеді. 2. Ас қорытуы бұзылғанда, іш өткенде, қуырылған долана 3 мысқал, қарандыз 2 мысқал, киелі ермен 1 мысқал, жаужұмыр 3 мысқал суға қайнатып ішеді. 3. Туыттан кейінгі іш ауруға, қуырылған долана 2 сәрі, мақсары 1 мысқал, арпа бедеян 3 мысқал суға қайнатып күніне 2 рет ішеді. Істетілу мөлшері 2-4 мысқал. Сіздердің тыңдағандарыңыз көрнекті дәрігер, медицина ғылымдарының кандидаты, құрмет орденінің иегері, ұлттық ғылым академиясының профессоры, шипалы емдеу орталығының директоры Қайрат Айдарханұлының еңбектерінен алынған пайдалы кеңестер.